олар тәжірибеден соң келеді. Сондықтан да әуелі баланы көрген білгені туралы әңгіме құрап, сонан кейін ойлайтуға қазір мына іске асып жатқан дүние. Енді сіздерге айтатын қазақ тілі қандай міне сіздердің алдарыңызда тұрған тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым деген 4 дағды бар. Осы коммуникативтік дағды деп отырғанбыз. Осы дағдыларды барысында, сабақ барысында біз осы 4 дағды жүріп қандай мақсат қоямын, ол мақсатқа қалай жетемін деген ең негізгі проблемный жұмысымыз осы. Сондықтан сіздерден алдыға қойған мақсат бағалау кезінде бір қиындықтар болады. Ол қиындықтарды қазір сол дәрігеріміз бізге түсіндіріп берген сияқты. Критерий қою керек екен, мәтін мен қойдым, бірақ жанына қанша балық жүйемен қоймаған екен.